Қайырлы күн достар. Бүгін жетістікке жетудің 3 қадамын айтатын боламын. Ол бірінші, идея келді ма, бастау. Идея келді ма, сіз менікі ма, менікі емес пе, менің миссиям емес пе деп көп жүріп қаласыз, идея келді ма, болды, бастау керек. Тұрып қалмау керек, бастау керек. Өйткені Алла тағала сізге ол ойды қолыңыздан келмейтін болса салмайтын еді. Сондықтан өзіңіздің мақсатым ба, бұл менің миссиям ба деп жүріп қалмай, сол келген сәттен бастау керек. Екінші, ол қателесуден еш уақытта қорықпау керек. Қателіктен қорқып, осы жерден көптеген адамдар қателесуден қорқып тоқтап қалады. Өйткені үшінші қадамды білмейді. Ол үшінші қадам, ол сабағын алу. Қандай да бір өміріңізде бір жағдайлар, кедергілер болса, одан сабақ алу керек. Ауру болса да, өзіңіздің миссияңызда, мақсатыңызға бара жатқан жолда қандай да бір кедергі болса, ол сіздің жетістік алдыға жетелейтін деп біліңіз. Ол сізді мүмкіндігіңіз деп біліңіз. Ол сізге бір бағыт бағдар беретін, ары қарай сабағын алсаңыз, ол сізді үлкен жетістікке жеткізуі мүмкін. Сондықтан бәрібір бастау керек болады. Бүгіннен бастап кетіңіз. Әрбір қателік бұл тәжірибе. Сондықтан тәжірибе аласыз. Одан неменеге қорқасыз? Қорықпау керек. Ары кетсе, ол сізге бір олай жасамау керек екен ғой деген бір сабақ беріледі. Сондықтан бастап кету керек. Енді баршаңыздың өмірлеріңізге жақсылық, мейірім, махаббат, Алланың нұры жаусын дегім келеді. Бәріңіздің істеген ісіңізден бір жақсы нәтижеге жетіңіздер әрдайым. Дендеріңіз сау болсын. Ең бірінші, Алла тағала күш қуат берсін, екі дүниенің бақытын, байлығын берсін. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.